Адамбаев Балтабай Әбдірахманұлының дүниеге келгеніне 105 жыл. Ақын, фольклоршы, әдебиеттанушы, филология ғылымдарының кандидаты, Ұлы Отан соғысына қатысушы Адамбаев Балтабай Әбдірахманұлы 1919 жылы 24 қыркүйекте бұрынғы Сырдария облысы Байқадам ауылында туған. Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Сарысу аудандық газетінде, Жамбыл облыстық комсомол комитетінде, Тараз қаласының орта мектебінде жұмыс жасады. 1957 жылдан Қазақ КСР ғылым академиясының әдебиет және өнер институтында аға ғылыми қызметкер. Адамбаевтың өлеңдері 1938 жылдан жариялана бастады. Сырларым, Ақбөбек, Аманат Тұлпардың ізімен өлеңдер жинақтарымен жауынгер жолы повестермен әңгімелер жинағы, мәди тарихи повесі бар. Қазақ халқының бай ауыз әдебиетін, оның ішінде халық даналығы, шешендік сөздер мен мақал мәтелдерді зерттеумен шұғылданды. Қазақ ертегілері шешендік сөздер, ел аузынан жинақтарын құрастырған. Халық даналығы, қазақтың шешендік сөздері зерттеулерін жазды. 2 мәрте 2-ші дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталған. Көрнекті филолог ғалым 1990 жылы 12 қазанда Алматы қаласында өмірден өткен.